Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен бірге жеміс шайын дайындайтын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жемістерімізді салып алатын боламыз. Мен лимонның 2 тілімін және 3 апельсин кеспесін салдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жарты немесе 1 алманы турап саласыз. Мен алманың жарты бөлігін осылай бөліктерге бөліп салдым. Корицаның егер бұндай түрі болмаса, ұнтақталған пакетиктегі түрін салуға болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай мед немесе науат салуға болады. Мен науаттың орнына қант салатын боламын. Және пакеттегі шай маған өте ыңғайлы, сондықтан 1 данасын саламын. Енді үстіне қайнаған шайымызды құйып, аздаған уақыттарға қойып қоямыз. Менің жемістен жасалған шайым сіздерге ұнады деген ойдамын.